Жай қарапайым пенде ретінде дін туралы кейде ойланасың. Христос еврей болғанымен, мысалы ағылшындар өз Христосына ағылшынша сөйлейді, еврейше емес. Сол сияқты поляктар да Христоспен полякша сөйлей береді, испандар испанша, гүржіндер гүржінше, венгрлер өз тілінде. Яғни Христос адамды кез келген тілінде түсіне береді. Ал исламда неге адам Алламен тек арабша ғана сөйлеу керек? Алла сонда адамды тек арабша ғана түсіне ме? Ол мүмкін емес қой. Алла тіпті адамның ойларын да біледі емес пе? Неге біз Алла Акбар орнына ұлы я мейірімді Алла деп айта алмаймыз? Жалпы неге Құранда жазылған сүрелерді қазақша оқымасқа? Сонда мәні барша халыққа айқын болады ғой. Неге машалланың орнына Құдайға шүкір деп айтсаң, ол дұрыс емес деп есептеледі. Ауыз ашар мен ифтардың айырмасы неде? Мағынасы бір емес пе? Сонда неге бұны қазақша айта бермеске? Мәселе мынада. Қазіргі таңда исламизацияны пайдаланып, кейбіреулер қазақты шын мәнінде арабтандыруға шақырып отыр. 10 ғасыр бойы исламмен жүрген қазақты исламмен қайта таныстырғысы келеді. Сонда Ясауи, Бұхар жырау, Бекет, Мәшһүрді жоққа шығаруымыз қажет пе? Біз орыстандыру саясатынан әрең аман қалып, енді арабтандыру саясатына батып кетпеуіміз үшін. Қазақтар Алламен қазақша сөйлесе де, Алла бізді ұғады деп сенімдемін. Өйткені Алла адамды кез келген тілде түсінеді. Алла біздің жүректерімізде, ал жүрегіміз қазақ болып қалу беру керек.